Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен дәмі өте ерекше болып шығатын шоколадты мусты торттың рецептін бөлісетін боламын. Дәмі басқа торттарға ұқсамайды. Текстурасы барқытты және воздушный болып шығады. Қазақшасын білмедім, сол себепті орысша кеттім. Ең алдымен біз қуырдарын дайындап аламыз. Ол үшін жұмыртқамызға шым-шым тұзды және де қантты қосып, миксердің жай жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Және де 1-2 минут өткеннен кейін миксердің қатты жылдамдығына ауыстырып, біздің жұмыртқалы массамыз ағарып, осындай екі еселенгенге дейін жақсылап миксерлейтін боламыз. Сонан соң біздің жұмыртқалы массамыздың үстінен сұйық майымызды және сүтімізді қосып, тағы да бір рет араластырып аламыз. Енді осы сұйық массамыздың үстінен құрақ заттарымызды саламыз. Менде мұнда ұн, қопсытқыш және какао бар. Какаоны міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Өйткені ол кішкене түйіршіктеліп қалуы мүмкін. Қамырыңыз бір тегіс болып пісу үшін міндетті түрде електен өткізіп алуға кеңес беремін. Және де осылай құрақ заттарымыздың жарты бөлігін салып, лопатаның көмегімен астынан үстіне қарай біздің жұмыртқалы массамыз басып алмай араластырамыз. Енді келесі бөлігін салып, тағы да біздің массамыз біркелкі болғанға дейін, қамырымыз яғни біркелкі болып шыққанға дейін араластыратын боламыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді оны осылай формамызға қазір жайғастыратын боламыз. Менде мұнда формамның диаметрі 18 сантиметр. Астына осылай фольганы төседім. Сіздер немесе пергаментная бумаганы да төсесеңіз болады. Және де осылай қамырымызды құйып, біздің формамызға бір тегіс етіп жайып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Біздің бисквитіміз дайын. Оның толыққанды суығандығын таяқша шпажка арқылы тексеруге болады. Яғни біздің шпажкамызды қамырға тыққан кезде ол осындай құрғақ болып шығуы қажет. Енді біздің бисквитімізді суытатын боламыз. Оны осылай решеткаға қоямыз да 5 минут кальциядан босатпаймыз. Сонан соң барып кальциядан босатып, жақсылап суытатын боламыз. Біздің бисквит суып жатқан кезде біз сүзбелі шоколадты мусымызды дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен желатинге суық, салқын суымызды құйып, осылай араластырамыз және де 10-15 минут тұндырып қоямыз. Біздің желатиніміз өзінің реакциясына түсуі қажет. Енді бөлек кастрюляда сүтке қантты қосып жақсылап араластырамыз және де қазір оны отқа қойып, қантты ерігенше ұстаймыз. Сүтті қатты қайнатып қажет емес, тек қана қант ерісе болғаны. Енді осы массамызға желатинді қосып араластырамыз және де желатин ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Енді біздің сүзбеміз дайындаймыз. Мен дүкеннің 9% сүзбесін пайдаланамын. Сүзбенің майлылығы қаншалықты жоғары болса, сіздің де салмаңыз соншалықты дәмді болып шығады. Енді осы сүзбеміздің үстінен жылы болып тұрған сүтімізді құямыз. Сүттің суығанын күтпейміз, бір дестен құямыз. Сол кезде біздің сүзбеміз де жақсы езіліп, бір тегіс болып шығатын болады. Енді осы сүзбелі массамыздың үстінен алдын ала ерітілген шоколадымызды құйып, тағы да блендердің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Енді бөлек ыдысымызда біз сливкимізді шайқайтын боламыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастап, жылдамдықты орташаға және қаттыға ауыстырып отырамыз. Қатты тұрақты крем болғанға дейін миксерлемейміз, тек қана өзінің формасын жай осылай ұстағанға дейін миксерлейтін боламыз. Енді біздің сүзбелі массамыздың үстінен сливкимізді құйып, жақсылап күрекшенің көмегімен астынан үстіне қарай біздің массамызды басып алмай жақсылап араластырамыз. Біздің шоколадты сүзбелі массамыз дайын. Қазір тортымызды жинап бастаймыз. Ол үшін тортты жинайтын тарелкамыздың үстінен бисквитіміздің тегіс жағымен орналастырамыз. Және де жан жағына осылай бисквит пісірген кольцомызды орналастырамыз. Және де оның ішінен ацетатты пленканы орналастырамыз. Себебі біздің тортымыздың шеттері бір тегіс болып шығуы қажет. Сол себепті осылай жасадық. Егер де сізде ол болмаса, онсыз да тек қана кальциямен де орнатсаңыз болады. Енді осы бисквитіміздің үстінен шоколадты сүзбелі массамызды құямыз да бір тегіс етіп жайып шығамыз. Біздің тортымыз дайын болғаннан кейін оны міндетті түрде тоңазытқышқа 5-6 сағатқа саламыз. Сол кезде біздің сүзбелі массамыз бисквитке сіңіп және де өзінің формасын жақсы ұстайтын болады. Біздің тортымыз дайын. Ол менде тоңазытқышта бір түн тұрды. Енді тортымыздың сыртынан кальциумызды және де ацетатты пленкамызды ұқыптылап жақсылап аламыз.
Енді тортымыздың бетін әсемдеуге көшеміз. Мен шоколадпен әсемдеймін. Ол үшін шоколадқа сливкиді қосып, микротолқынды пеште немесе су моншасында ертіп аламыз. Міне осылай болып ереді. Енді біздің шоколадымызды салқын болып тұрған тортымыздың бетінен құйып, жақсылап осылай шпательдің көмегімен немесе қасықтың көмегімен бір тегіс етіп жайып шығамыз. Біздің тортымыз толыққанды дайын болды. Енді бетіндегі шоколады қату үшін тағы да тоңазытқышқа 20 минутқа саламыз. Сонымен біздің тортымыз дайын. Мен тортты кесіп жатқанымда әдемілеп видеоға түсіре алмадым, себебі үйдегілер шыдай алмай кетті. Бірден шайға отырдық. Торттың дәмі расымен де өте күшті болып шығады. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Рецепт ұнаса, каналға жазылуды ұмытпаңыз.